Мен күйеуімнен 2010 жылы ажырастым. Үлкен үйімізді сатып, ақшасын теңдей бөліп алдық. Ол өз жолымен кетті, мен өз жолымен кеттім. Үлкен қызым Астанада тұратын еді. Соған хабарласып айттым. Мен мұны ақшаны не істеймін? Ұялуға жетпеді дедім. Ол күйеуі бала шағасымен келіп бізді алып кетті. Бізбен тұрасың, ақшаны маған бер, жер алып, үй салып беремін деді. Ақшаны қолына санап бердім. Мені балабақшаға аспаз қылып жұмысқа кіргізді. Баламыз екеуміз пәтер жалдап тұрдық. Балам оған ақшаны неге бересің деп күнде арақ ішетін болды. Сосын бір күні қызымнан сұрадым. Ақша қайда? Үй қайда? Не істейміз дедім. Сөйтсем, қызым сенен ешқандай да ақша алған жоқпын деді. Берген уәдесінен айнып шықты. Үйіне барып едім, ұратын болды. Ұрып, қабырғамды сындырды. Ауруханада талай рет емделдім дейді ашынған ана. Қызынан зәбір көрген әйел көпшіліктен көмек сұрайды. Берген ақшасын қайтаруды талап етеді. Әжей дәрігердің қарауында болған. Қолында қабырғасының сынғаны туралы рентген қағаздары бар. Анасы мен қызының арасында жанжал неден басталды? Қызының анасын ұрғаны рас па? Қызы анасын не себептен алдап кетті? Бұл туралы алдағы уақытта белгілі болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.